Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін бізде жаңа видео. Біз 24 сағат шарикте боламыз. Әрине 24 сағат бойы емес, ойын-сауық орталығы жабылғанша. Ал бізбен бірге болыңыздар, қызық болады деген ойдамыз. Ал кеттік. Қараңыздар, балдардың барлығы келе сала шарикке шомылып, шариктің ішінде ойнап жатыр. Ал қазір қандай қызықтар болады екен? Бізді қарап отырыңыздар. Ұнаса лайк басып комментария жазып отыруды ұмытпаңыздар. Көміңдер дейді. Қазір бәріміз бірге Айша мен Ибрахимді шарикке қатты сондай шомылдыратын боламыз. Давай. Ясина да біздің челленджден қалмайтын болып қатысып жүр соңғы кездері. Ол өзімен-өзі айналаға қарап қандай көп шариктер деп таң қалып отыр. Ибрахим қайда жүр екен? Ибрахимді қазір Ибрахим секрет қараңыздар. Ибрахим екеуміз атыспақ ойнаймыз шариктермен. Ол тақтайшаның артына тығылып алып мені ағартып жатыр. Мен оған тигізе алмай жатыр. Мама, тұрып атсай, жөндеп айтсай дейді. Атып жатырмын, тигізе алмай жатырмын. Ой, шарикпенде атыспақ ойнаған қызық болады екен. Маған тигізе алмай жатыр. Мен оған тигіз тастаймын. Енді мына жерде Айша мені тағы да шарикке көм мама деп. Одан ана жерге қасына Ибрахим жатыр. Ол да мені шарикке шомылдыр деп. Екеуін шарикке шомылдыр. Айналамызда адамдар қарап қапты, мына екеуін бірге қалай не істеп жатыр. Мына жерде Ибрахим, мама кеттік, мен ана төбеге шығам, сен мені түсір деді. Сол мен артынан қалмай Ибрахимді түсіріп жүрдім. Давай деп патышканы беріп, үйтіп оны. Ибрахим, давай деп айқайлап тұрдым да ар шетінен. Сонымен Ибрахим әрең дегенде жоғарыға шықты. Қазір деп сырғанайды. Қазір 1, 2, 3, давай дедім. Сосын Ибрахим деп шариктерге тағы сырғанап түсті. Мына
жерде Айша тырмысып шыға алмай жатыр. Ибрахимге бар үйрет деп қоям. Өзім шығам деп қояды, сонымен екеулеп әрең шығып жатыр мына жерде. Жерде Айша үйтіп жоғарыға шықты. Ибрахим ана жақтан жіптен сырғанап түсіп жатыр, оны істемейтіні жоқ. Мына жақта Айша шығып алды, енді түсуге қорқып отыр. Ары бері жүріп, мама қалай түсем, мама түсір деп мен өзім сырғанап түс давай деп қоям. Соның ары жүрді, бері жүрді. Қазір мына жақтан Ибрахим жүгіріп келіп шариктерден шыға, мама қарап тұр деді, сонымен қарап тұрмын. Ибрахим шақты осындай неше түрлі қызықтар болып жатыр. В общем, 24 сағат шарикте деген видео түсіре салайық деген идея келіп, осылай видео шығарып жатырмыз. Бізді барынша қолдаңыздар, комментарий жазыңыздар, тіркелмеген болсаңыздар міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Шариктермен неше түрлі ойын ойнап сағаттың өтіп кеткенін де байқамай қалыппыз. Неше сағат ойнағанымызды даже белгісіз. Шариктермен де қызық уақыт өткізуге болады екен. Қыздарым, балдарым өте бақытты. Ал осымен влогымыз аяқталды. Бізбен бірге болып бізді қарағандарыңызға үлкен рахмет. Мың алғыс сіздерге. Сау болыңыздар.